Бұл құбылыс Австрия мемлекетінің Инсбрук қаласында болды. Бұл құбылыс бұлттардан құралған шеңбер тәріздес аспанда қалқып жүр. Сіздер бұл құбылыс жайлы не ойлайсыздар? Бұл табиғаттың тылсым күштері ма, әлде адамдар ойлап тапқан монтаж ба? Дәл қазір Америка құрама штаттарының Аляска штатында аспанда жарқыраған 3 жарық пайда болды. Бұл жарықты әлі күнге дейін ешкім анығын білмеген. Бұл 3 жарық өзге ғаламшарлықтардың ұшатын кемесінің жарықтары деп ойлайсыздар ма? Әлде бұл бір самолет немесе вертолет болуы мүмкін бе? Колорадо өзенінде ештеңеге ұқсамайтын біртүрлі бақа тектес, сырты жылтырақ және былай қарасаңыз адамға да ұқсап кетеді. Бұл жалпы не екенін сіздер не деп ойлайсыздар? Жаңадан сатып алған үйде иелері бір қабырғаны алып тастап, қонақ бөлмені кеңейтуді шешті. Олар оны сындыра бастағанда, олар қабырғаның артында кірпіштен салынған есікті тапты. Олар оны ашты. Ішінде олар мұнды бөлмені тапты. Бұл бөлмеде бір адам қимылсыз отырады және бос кеңістікке қарады. Бұл не үшін орнатылған? Неге бұлай болды? Бұл сұраққа әлі ешкім жауап тапқан емес. НАСА Марстың жаңа керемет кадрларын жариялады. Біз планетаның қалай көрінетінін осы камера арқылы анық көре аламыз. Оман шығанағындағы сирек кездесетін 2 ай оптикалық эффектісі камераға түсірілді. Бұл 2 айды не деп ойлайсыздар? Бұл монтаж ба, әлде шындық па? Кадр балабақшадағы бақылау камерасына түсірілген. Алғашында адам жай ғана құлап жатқан сияқты, дегенмен мұқият қарап шығу әлде қайда қиын нәрсені көрсетеді. Тастың кенет адамның аяғының астына қалай қозғалғанын қараңыз. Оны әлде бір көзге көрінбейтін күш лақтырып немесе итеріп жіберген сияқты. Сіздер мұны не деп ойлайсыздар? Бұл шындар ма, әлде табиғаттың тылсым құбылысы ма? Майамиде тағы бір қорқынышты оқиға болды. Белгісіз жасыл жарқыраған заттар жерден аспанға бірінен соң бірі жоғары жылдамдықпен ұшып жатыр. Бұл ұшып жатқан жұлдыздар ма, әлде ракета ма, әлде табиғаттың тылсым күштері ма? Сингапурдың аспанында түсініксіз жарқырау пайда болды. Аспандағы мынау жарқыраған сәулеге қараңызшы, бұл аспандағы жұмақтан шыққан сияқты. Бұл не екенін ешкім түсіне алмайды. Бұл бұлттар арасындағы газдан пайда болған құбылыс па, әлде бір періште ме? Оңтүстік Кореяда кешкі газдың ауығуының салдарынан бұл әдеттен тыс көрінетін құбылыс пайда болды. Бұндай кезде көшеде жүру өте қауіпті. Бұндай ашық күйде қалған газдың салдарын ең соңы жарылысқа алып келді. Сол үшін үйдегі газдарыңызды мұқият қарап жүріңіздер. 2023 жылдың желтоқсан айының соңында Феникс аспанында біртүрлі шыпылықтайтын нысан пайда болды. Бұл не формула болуы мүмкін? Орландо, Американың Флорида штатында аспанда таңғажайып сирек кездесетін құбылыс болды. Бір уақытта синхронды түрде құлаған 2 метеорит. Бірнеше секундтан кейін олар түнгі аспанында жоғалып кетеді. Бұл Австралияда болған оқиға. Сіз ұйықтап жатқан кезде үстіңізден дәл осылай құлап түссе, сіз қандай күйде болатын едіңіз? Пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Бүгінге осы достар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар және міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер және соның жанындағы қоңыраушаны мыжып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қызықты дүниелер каналы.